Стресс туралы айтайық. Жалпы Instagram парақшамда стресс туралы айтамын деп уәде бергенмін. Стресстен қалай шығу керек екенін енді әрине біз бәрін білем деп айтпаймын. Ақылшы білгіш деп сынамаңыздар. Дегенмен өзімнің басымнан осы қазір 31-де жасым, 31 жасында 31 жылда біраз басымнан сынақтар өтті. Сол сынақтарды қалай жеңе білдім, қалай сынақтардан шыға білдім, жаңағы стресстен қалай шыға білдім. Сол жайлы айтқым келіп отыр. Жалпы стресс деген кез келген адамның басында болады деп ойлаймын. Өйткені адам баласы осы өмірге жаратылудағы басты мақсаты ол сынақ. Аллах тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде айтады: мен жындар мен адамдарды тек қана сынақ үшін жараттым дейді. Сондықтан сынақ, жаңағы стресс ол міндетті түрде кез келген адамда болады. Біреу оны жеңіл қабылдайды, жеңіл өтіп кетеді. Біреу үшін ол күйзеліс болып, соңы жаман ауруға, тіпті өлімге алып келуі әбден ықтимал. Сондықтан стресс келген жағдайда оған былайша айтқанда антивирус қажет. Қалай шығу керек, соны білген абзал. Әртүрлі жағдай болады. Біреу бір жақындарынан айырылып жатады. Біреу бір мал мүлкінен лезде айырылып қалады. Біреу қарызға кіріп кетіп жатады. Ал біреу мен сияқты шаршалаңда құлап, қаншама халық үміт артып отырған халықтың үмітін ақтай алмай стресске шалдығады. Әрине бұл менің басымнан өткен жағдай оңай жағдай деп айта алмаймын. Жаңағы өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысып жүргеннен кейін, өзіңнің алға қойған мақсатың болғаннан кейін, сол салада бір жетістікке жетіп, еліңнің намысын көтеріп, көк туыңды көкке көтеріп, әнұранын шырқатқың келген кезде, дәл сондай сынаққа ұшырау және ең өміріңдегі маңызды жекпе-жек, әлем чемпионы белбеуі үшін болған жекпе-жекте сондай сәтсіздікке ұшырау, ол стресстердің бір шегі деп айтуға болады. Енді менің жағдайымда әрине бұдан да қиын жағдайда жүргендер бар шығар. Аллах тағала жеңілдік берсін. Енді стресстің шығудың жолына келсек, мен бірінші кезекте ауруханада жаңағы жекпе-жектен кейін маған ота жасалды. ақш-та. Оянғаннан кейінгі алғашқы айтқан сөзім: біз қазақ еліне пайдалы болуымыз керек, біз мұсылмандарға пайдалы болуымыз керек деген сөздер айтқан екен. Маған осындай сөздер алғашқы оянған кезінде алғашқы сөздерім осындай болды деген кезде мен таң қалдым да. Өзім қандай жағдайда жатырмын, жаңадан ғана ота жасалды, ояндым. Сол кездегі менің көпшілікке, біреуге пайдалы болуым деген ойым, ол мені таң қалдырды. Расында жүрегіме Алланың діні кірген екен, өзгені ойлап тұрмын да, өзім андай жағдайда жатсам да. Кейін мен ақырын есімді жия бастаған кезде, маған осындай сөз айттың деген сөздің өзі менің бұл жағдайдан шығуыма бір септігін тигізгендей жалпы. Содан кейін мен есімді жия бастағаннан кейін жалпы Айдос, сен жеңіліске ұшырадың, жеңіліп қалдың деген сөздерді естіген кезде әрине маған өте қиын болды. Мен ауруханада тіпті 2 күнде ұйықтай алмаппын. Қасында болған адамдар айтып жатыр, 2 күндей көз ілмеппін. Күні түні. Ойлаңыздаршы. Сонда мені бір қуантқан нәрсе, мен ұялмай айта алатындай нәрсе, ол менің ақырына дейін айқасқан. Әрине, мен жекпе-жекке дейін салмақ қуу барысында біраз қате кемшіліктеріміз болды. Жаңағы 2,5
сутка, яғни 2,5 күн 56 сағат бойы нәр татпай салмақ қудым, 3 уақыт тренировка жасадым. Енді бұлай ақылға салып қарасаң, ол адам миына қонымсыз нәрсе да. Бірақ енді әлем чемпионы белбеу болғаннан кейін 50 граммда ол жерде артық болуға болмайтын болды. 50 грамм артық болса, жекпе-жек былайша айтқанда аннулироваться, тоқтатылатын еді. Сондықтан барынша мен салмаққа түсуге тырыстым. Қандай жағдай болмасын, мен салмақтан өтуім керек болды. И және сондай жағдайға мені алып келді былайша айтқанда. Салмаққа түстім, жекпе-жек барысында біраз қиыншылықтар болды. Алғашқы раундтан бастап мен өзімді күш жоқ екенін сезіндім. Екінші, үшінші раундта мен негізінде былайша айтқанда пустой болдым ғой. Қарсыласым оны сезбесе керек. Менің жаңағы бұның алдындағы жекпе-жектердегі өнерімді біледі, менің қауіпті қарсылас екенімді біледі. Сондықтан барынша сақ жүріп бокстасты соңына шейін. Ал бірақ мен шыны керек, жай бейне бір қорқынышты боксшының бейнесін көрсетіп жүрдім жекпе-жек бойы. Ал жекпе-жектің сол 12-ші раундта қарсыласым мені ұрып құлатты. Дегенмен сол 12-ші раундқа дейін мен жұдырықтасқаным, 12 раунд бойы қарсыластың былайша айтқанда соққыларына шыдап, қанша маған қиын болса да соңына шейін айқасқаным маған бірінші кезекте психологиялық тұрғыдан күш қуат берді. Кейін есімді жинағанда осы стрессовый состояниядан шығуыма бірінші себеп болған сол соңына шейін айқасқаным. Ертең ұрпақтарымның алдында, халқымның алдында жеңіліске ұшырасам да ұялмай соңына шейін айқастым ғой деп айта алатындай жағдай болды. Көпшілік жекпе-жекті тоқтату керек еді дегендей пікірлер айтып жатыр. Бірақ мен шыны керек оған өзім қарсы болдым. Бірінші, стресстен шығуыма осы себеп. Екінші, әрине, біз дініміз ислам болғаннан кейін бір Аллаға алақанымды жайып көп дұға жасадым. Аллам, күш қуат бере көрші. Аллам, осы қиын сәттен мені шығара көрші деп. Адам расында қиналған сәтте кез келген адамның дұғасы қабыл болады. Өйткені стрессте тұрған адам шынайы дұға жасайды Алладан, жүрегімен дұға жасайды. Мен Алладан шынайы жүрегімен дұға жасадым, Аллах Тағала қабыл етті. Мен жаймен стресстен шыға бастадым. Елге келдім, әрине отандастарымыз, жерлестерім, ағайын туыс бауырларым мені жеңілді деп емес, керемет құрметпен қарсы алды, астыма тұлпар мінгізді. Жаңағы оның бәрі әрине өз септігін тигізді. Десек те жаңағы жеңілістің ащы дәмі бәрібір жүректе қалады. Ол оңай шықпайды. Аллахтың қалауымен 2-3 айдан кейін мен қажылық сапарына аттандым умраға. Анамды алып бардым. Сол асыл анамды алып барсам деп сосын намаз бастағалы бері армандайтынмын. Сол арманымды Аллаға шүкір жүзеге асырып, анамды умра сапарына апарып, анамның көп дұғасын сол жерде айттым. Анам, сіз маған ата-ананың балаға жасалған дұғасы қайтарылмайды дейді ғой. Ана, сіз маған осы жерде көбірек дұға жасаңызшы деп анамнан сұрадым. Әрине, анам онсыз да мен үшін жасайтын еді, бірақ қанша дегенмен есіне салып тұрдым. Анам мен үшін көп дұға жасады. Сол сапарда менің стресстен шығуыма белгілі бір септігін тигізді. Жаңағы стресстен шығудың өзі мысалы қарапайым, мысалы бір 3 этаптан немесе 5 этаптан тұрдық деп айтсақ, жаңағы алғашқы этап ол жаңағы соңына шейін айқасқан болса, екінші этап ол жаңағы анамның мен үшін көбірек дұға жасағаны, жаңағы сол Меккедегі дұғалардың қабыл болуы деп ойлаймын. Одан кейін елге келдік. Елде біраз және де арасында ойлар келіп қалатын.
неге осылай болды бәрі дегендей. Уақыт өте келе бұның да жеңдім, өйткені менің жаңағы Меккеде жасаған дұғаларым қабыл болса керек. Уақыт өте келе ақырын мен өзімді жеңіл сезіне бастадым, еркін сезіне бастадым. Мен өзімнің жеңіліске ұшырағанымды қабылдадым. Тіпті құлаған жекпе-жектегі видеомды Инстаграм парақшама салдым. Көбісі таң қалды, өйткені көпшілігі тек қана құлатқандарын салады. Талай жауынгерлеріміз бар, боксшыларымыз бар, құлағандарын еш уақытта рингке салмайды. Тек қана мықты болған сәттерін, жеңгендерін, құлатқандарын ғана салады. Әрине, бәлкім ол да дұрыс шығар енді. Бірақ өзім мойындағаным сол, халықтың алдында мойындайыншы. Мойындаудың өзі ерлік қой деп шешімге келіп, жаңағы құлаған видеомды салдым. Жақындарым, достарым бәрі қарсы болып, неге бүйттің, өшір ананы дегендей сөздер айтты. Жоқ, мен өзімнің көңілімнің тыныштығы үшін соны салдым. Және ол да менің мойындау. Жаңағы айтайын деп тұрғаным, үшіншісі стресстен шығуыма себеп болған мойындау. Мойындадым мен. Және онымен жұмыс жасау керек енді. Және мен амалымды қазірден бастап жатырмын. Әрине мен қазір шаршаланға қайтып ораламын деп айтпаймын, оралмаймын деп те айтпаймын. Бәрі Алланың қолында. Біраз ұстаздармен сөйлестім. Дін жағынан біраз тыйымдарды да естідім. Енді десек те соңғы шешім өзімнің қолымда екенін, өзімнің ақылыммен шешетінімді білемін. Жалпы оралғым келетіні анық. Қазір мені бір тоқтатып тұрғаны осы асыл дініміз ислам ғана негізінде. Өйткені бұның алдында да мен 2016 жылы жекпе-жек барысында жағым сынған. Сынған жақпен жекпе-жекке шығып, жекпе-жек барысында жағым сынып кетіп, бірінші раундта. Сол сынған жақпен жекпе-жекті ұтқам. Одан кейін қайтып оралып, бүгінгі айдос болып отырмын. Қаншама белбеулер иелендім. Аллаға шүкір. Соның бәрі мен сол жағым сынған кезде жағым сынды, болды, мен енді боксқа жарамаймын. Сынған жақ сынып кете береді деп мен боксты қойып кетсем, бүгінгі айдос болмас едім. Қаншама белбеулер алып, қазақтың туын сонау Австралия, Америкада желбіретпес едім. Сондықтан әрдайым стресске ұшыраған жағдайларыңызда өздеріңіздің бұған дейін жеткен жетістіктеріңізді ойлаңыздар. Артыңыздағы бала шағаларыңызды, туған туысқандарыңызды ойлаңыздар. Стресстен шығу үшін Аллах тағалаға көп дұға жасаңыздар. Аллах тағалаға алақан жайып пендем менен сұраса, Алла тағала айтады: алақан жайып пендем менен сұрайтын болса, мен пендемнің дұғасын қолын бос қайтаруға ұяламын дейді екен. Әлемдердің Раббысы Алла тағала ұялады екен. Ойлаңыздаршы. Ал біз сол дұға жасауға ерінеміз де, стрессте жүре береміз. Қиналдым, анау-мынау психологқа барамыз. Әрине, ол да жақсы. Психологқа бару да жақсы, әрине. Бірақ ең бізге бірінші болып көмектесетін ол әлемдердің Раббысы Алла. Аллах тағаладан дұға етіп барып амал етсек, онда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның түйеңді байла да Аллаға тәуекел ет деген хадисіне амал еткеніміз болады. Сондықтан стресстен шығудың бірінші жолы Алладан көп дұға жасап, амал ету. Амал ету, жаңағы психологқа бару, өзіміздің жақсы бұған дейінгі жеткен жетістіктерімізді еске алу, туған туысқандарымыз, жақындарымызбен сөйлесу, сондай-ақ бізге күш қуат беретін, біз рух алатын азаматтармен кездесіп, сол адамдармен сұхбаттасу. Соның бәрі стресстен шығуға өз септігін тигізеді. Баршаңыз стресстеріңізді жеңіп, денсаулықтарыңыз мықты болуларын Аллах тағала нәсіп етсін.